Алла субханала тағала бір пендені жақсы көрмесе дейді, немесе жамандықты қаласа дейді, өлімнен алдын бір жыл шайтанды оған байлап қояды дейді. Сол шайтан оны адастырады, азғырады, нәпсінің құлы болады, күнәнің үстінде қайтыс болады дейді. Жаман өледі, жаман өліммен өледі ағайындар, көрдіңіздер ме? Егер де біз күнә істеп жүретін болсақ, мүмкін өлім келіп қалуы мүмкін. Дұрыс па? Күнә жасап қойсақ, тәубе ету керек. Ал бізде өкінішке орай күнә бір жылда бір рет Рамазанда тәубе етеміз ше. Көп күнә жасаймыз да аз тәубе етеміз ше. Сол күнәнің үстінде адам жан тапсырып қою мүмкін, бауырлар. Хасан әл-Басри деген ғалым айтады, адамға бір нығмет артқан кезде дейді, мысалы біреудің айлығы көбеюі мүмкін, немесе біреу бір істі аяқтауы мүмкін, сол сияқты оның басына бір қуаныш келіп, бір берекелі болып жатса, ол адам былай деп айтады дейді: "Альхамдулиллахи лази би ниъматихи татиммас салихат" деп. Яғни осы істі Аллах Тағаланың нығметімен бітірдім, Аллах Тағала мақтау болсын деген мағынада айтатын болса, Аллах Тағала сол нығметін, сол берекетін, сол нәрсені одан сайын арттырады екен. Мысалы бұрын бізде кітап оқыған кезде арабша ең соңында сол сөз жазылып тұратын еді, кітап біткен кезде. Демек, ол кітап біткеннен кейін тағы да басқа кітаптарды бітіруге Аллах Тағала оған күш-қуат береді деген сөзді. Әрбір ісімізді бітірген кезде, әрбір нығмет артқан кезде осы сөзді айтатын болса, Аллах Тағала бізге одан сайын арттыра береді екен, иншаллах. Точно джинны возненавидят после этого ролика. То, что я вам расскажу, точно повергнет вас в шок. Потому что я вам дам информацию, а после этого дам еще лечение к тому, что я расскажу. В общем, одного джинна, когда изгоняли с одного человека, он признается в том, что в каждом доме, куда бы они ни приходили люди, там огромная толпа джиннов находится. И когда человек заходит в дом, примерное количество, он написал, около 500 джиннов на одного человека работают. Около 500 джиннов. И 30-40 джиннов работают над одной мыслью для того, чтобы внушить ему что-то. Разницы нету, что это страх, допустим, человек находится в одиночестве. Либо любую другую мысль ненужную. Допустим, муж и жена вместе находятся, зашли в дом, внушают им определенные мысли, то, что может внести раздор между ними. 30-40 джиннов только над одной мыслью внушают ему. Если эта мысль не прокатывает, они переходят на другую. И вот таким образом бесконечно.